Енді осы жұмысымызда мынандай бисер керек болады. Кішкентай бисерлер, сосын 6 мл рондель, пайетка керек болады және жемчуг керек болады. Жемчугтың размері 4 мм. Сізге көрсетемін. Вот, 4 миллиметрлік. Міне тас әдемі болып тігілу үшін тастың ортасынан шығардық. Көріп тұрғаныңыздай жіп көрініп қалмас үшін бисер салып жіберіп жатырмын. Сол бисермен әдемілеп көмкеріп тігіп жіберсеңіз әдемі болып тұрады тасыңыз. Көріп тұрғаныңыздай. Енді оюдың ішкі бөлігін тігіп шығамыз. Оған қазір мен сізге көрсетемін, қандай тізбекке иненің бойына моншақтар алу керегіңізді ойлы шығарып алайық. Міне қазір қараңыз. 4 штук бисер, бір жемчуг керек болады. Міне бір жемчуг керек болады. Бір 6 мл рондель хрустальдан аламыз. Пайетка соңынан аламыз. Өстіп, осы тізбекпен ішкі құлақшасын тігіп шығамыз. Міне, көріп тұрғаныңыздай инеңізге осылай жинап алып тастарды. Сосын кішкене, көріңіз, кішкене қиғаштау қылдырып, қисықтау қылдырып түсірсеңіз әдемі болып түседі оюңыз. Қисықтау қылып аласыз. Сосын жемчугтың келіп тұрған жерінен сол жерден түсіресіз. Фетрдің шеті ғой. Фетрдің шетінен болған, сонда көтеріңкі болып оюңыз әдемі түседі. Келесі инені жемчугпен ронделдің ортасынан шығарасыз. Манағы түскен пайеткінің қасына кішкене жайластырып, орналастырып бастайсыз. Көріп тұрғаныңыздай жемчугпен ронделдің ортасынан шықты. Қайтадан фетрдің шетінен, фетрдің енді прям қатты шетінен емес, жіп тұратындай шетінен орналастырып, осылай құлақшаның барлығын тігіп шығасыз. Тігіліп жатыр. Осылай құлақшаны, ішкі құлақшаның барлығын тігіп шығасыз. Осы құлақша, келесі қарама-қарсы құлақша. Осы құлақша, келесі құлақшалар, міне барлығын осылай мана мен көрсеткен тізбектей жіпке тастар жинап алып, жемчугтың қасынан шығарып, қиғаштау қылдырып, барлығын тігіп шығасыз. Мына ішкі құлақшаны тігіп болды. Жемчуг араласып, енді сыртқы, бұл жерде жемчугтың керегі жоқ. Тек қана мынандай тізбекпен шетінен шығарамыз да инені. Стразный лентаның жанынан шығып, бұны да қиғашты кесіз, сол кезде әдемі түседі оюыңыз. Рондель керек, 6 миллиметрлік манағы бисеріміз кішкентай. Сосын пайетка керек болады бұл жұмыста да. Фетрмен жұмыс істегенде пайетканың бір жақсы жері фетрдің шетін көрсетпеу үшін керек. Сосын әдемі болып тұрады. Міне 5 бисер, бір рондель, бір пайеткамен жұмыс бастап кеттік. Енді екінші инені ронделінің жанынан шығарасыз. Үлкен тастың жанынан. Бір 4-ші бисердің қасынан шығарыңыз. Қайтадан солай тігесіз.
жібіңіз шатасып қалмасын, ұстап отырыңыз. Міне осылай ронделдің жанынан шығарып, әдемі көз өлшеміңізбен бастап тіге бересіз. Міне көрдіңіз ғой, бір 4-ші бисердің жанынан шығып тұрмын. Осылай жайлап, әдемілеп бастап тіге бересіз. Міне осыны айналасының бәрін тігіп шығасыз осылай техникамен. Барынша әдемі болып шығуын қадағалаңыз. Осылай алып тізбектеп тіге беріңіз. Міне тағы да ронделдің қасынан шықтым. Міне көріп тұрғаныңыздай 5 бисер, бір хрусталь тас 6 мм и пайетка. Әрі қарай солай барлығында осындай құрамымен тастың тігіп шыға берсеңіз болады. Айналдырып шықтық. Енді мына тастың айналасын тігеміз. Ол жерде де 4 бисер, бір ронделі, бір пайетка. Көз өлшеміңізбен манағыдай үлкен тастың қасынан шығарып, осылай тіге бересіз. Өстіп, тастың айналасын мен көрсеткендей қарап, айналдырып шығасыз. Бұл жерде көріп тұрғаныңыздай 4 бисер, бір ронделі, бір пайетка, пайетканың қасынан шығып жатыр. Келесі